Assalamualaikum құрметті көрермендер. Бүгін ауылда ескі мажордың жанына кеп темір іздеп жатырмын. Аяқта жақсы табыстар, мынандай меттер жақсы шығып жатыр. Мынандай шақ болттар, проволока көп екен мұнда. Тағы мет, проволока. Осындайлар шығып жатыр. Ақырындап жинап жатырмын, тағы мет. Біраз жинадым, қазір жаққа барып көрсетемін ғой, не шыққан, не тапқанымды. Аяқта мынандай профильдер жатырмын. Жақсы, мен тағы мет. Осы көп екен. Мынандай шайба. Сұрып қалды. Темір. Жылық қалды екен. Көмір қопты. Жоқты. Қазір үй жаққа барып, үй жаққа емес, қазір қызықты нәрселер тауып отырсам көрсетемін ғой. Мұнда мет жатыр. Көріп тұрсаңыздар. Мына мыстар. Мына мыс. Мына мыс. Тағы да. Қазір қайтып қосылам. Жинап алайын. Бізде мынандай жақсы мет бар екен. Өртенген дайын. Алып салафанға салатым. Мені тағы да жаршылай өртенбеген. Тағы мұнда бар. Шығарып алайын. Баяғыдан қайтып кеткен ғой мен бір. Міне басқасын шығарам деп басқасын тауып алып. Мұнда да жатырмын. Қалың, жақсы. Мет. Қайқа кетіп қалды жаңа. Міне. Шығарып алайын кез. Оралып баған, андай темір проволокаларға. Темір, алюмин, мет бәрі аралас екен мұнда. Мен тағы біреу жатыр. Міне. Жақсы өртенген дайын. Тағы. Тағы тауып атсам қосылам ғой. Арасында мынандай меттерде кездеседі. Бұлар бірақ мына проволокалардың арасында ажырату өте қиындау екен, кішкене. Көрінбейді. Кәдімгі проволока сияқты темір. Бірақ мет. Мынанша мыс жинап алдым мен. Мынандай консервный банк тауып алдым. Бұл мынандай жерде. Мындай сақ темірлер көп жерде. Өтен жақсы табыс. Таптырмайтын құралы бұл. Қазыналар жинап алайын тауып отырмын. Мен ақырындап машинеге тиеп отырмын бәрін. Темірді сақ осындай темірлер жақсы бар екен, мынандай қалыңдар да кездеседі арасында. Қазыналардың бәрін салып алайын мен. Сосын қайтып қосылам. Арасында мынандай жақсы темірлер де кездесіп жатыр. Кішкентай болса ауыр. Мынандай квадрат, колодка. Мындай үлкен болттар да бар арасында. Ақырындап жинап жатырмын кез. Машинеге салып алайын бәрін. Мына жерлерде мынандай гидравлика. Екі басында гайка. Темірмен. Және аяқта тағы да ұсақ темірлер. Мындай темірлер. Және мына жерде дөңгелектің проволокалары. Алмайым бірақ бұларды. Мына жерде мыс болған менде. Кез тауып алайын, көрсетем. Міне, тауып алым. Мынандай өртенбеген мыстар да кездесіп жатыр.
Bası қалың, жақсы. Міне. Тағы да мыс. Мыс жақсы екен, Құдайға шүкір. Жақсы шығып жатыр. Мына жерде ескі киім тауып алдым, мынандай. Түймелері латунь қиылған. Соларды кесіп аламын. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, 6 түйме. Қазір кесіп аламын. Мына жерлерден металл искательмен қазып атқам. Жаңбыр жауып кетті аяқ асты. Қазір машинеде отырмын, тағылып. Қазір жаңбыр қойғаннан қайта шығып қазам, егер қойса. Қоймаса қайтам. Мынандай темірлер шығып отыр. Мынау медный трубка. Комбайнның ба, кәсіпшаттың ба, гидравлика ғой бұл да. Мынандай сегмент, болт. Мынандай ақырын қазып жатырмын. Жауын әлі себелеп тұр. Қазір қойсын, қазам сосын. Мына жерде қазудың керегі жоқ, мынандай жақсы темірлер жерінде жатыр. Мына кесіп керек. Жалқының жауы. Комбайн пальцы шестеріне. Мынандай қаңылтыр комбайнның крышкасы. Пластмасс темір екен десем. Бетон. Жоғалқылар шығып жатыр. Не бар енді? Бутылка. Әлі қазылмаған. Темір әлі бар негізі жерде. Жердің бетінде де жатыр темір. Қарау керек дұрыстап. Қазір қарап көрейін. Карстан қосасын тапқанымды. Осы темірдің бәрін бір шұңқырдан қаздым. Мына жерде мындай қалың пластина, медный трубка, шайба, гайка, болт. Мына жерде мындай гайка варенный. Пальцы, мынандай пальцы. Мынандай подшипниктің выжимной. Екеуі осындай. Біреу кішкентай, біреу үлкен. Болт, гайка шайбасымен. Цеп. 15-тік. Кішкентай. Подшипник, цептің жаңағы пальцысы мына жерінде ұстап тұратын. Бірақ 19-тік үлкен екен. Қорғасын. Мындай гайка. Мындай комбайнның подшипнигі. Роликовый. Болт кішкентай. И проволока, как всегда. Гайка. Және мынандай алюмин. Бірдеңе эмблемасы ма, жазулары бар. Юбилейный бірдеңе. Және мыс. Мындай мыс, ішінде тағы проводы бар. Шпилька. Сол, осы бүгінгі. Қазір бәрін машинеге теп қайтам. Кештеп атып келе жатыр. Видеоны olsa лайк басып, арнаға жазылып, комментария қалдырып кетіңіздер. Айтпақшы, ана жерден шыққан мыстар где-то 1 килограмм болады. Мына трубкалар бәрін қосқанда 1 килограмм мыс бар. Темір енді асып кетсе 50 килограмм болады шығар. Өйткені көбінесе ұсақ темірлер шығып отыр мына жерден. Сол. Видеоны olsa лайк басып, арнаға жазылып, комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздерден қолдау менен контент болсын. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.